Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Егер де сіздерде ашыған немесе ішілмей кеткен айран қалып қойса, онда осындай печеньелерді жасаңыздар. Ол үшін бізге жұмыртқа, тұз, қант, сұйық май, айран, ұн және де ас содасы қажет болады, немесе ұн қопсытқыш. Бүкіл қоспалар бөлме температурасындай болу қажет. Енді үстінен қант шашып, оқтаумен жүріп шығамыз. Енді 4 бұрыштап осылай тураймыз. Пешті алдын ала қыздырып, 180 градусқа қызарғанша пісіріп аламыз. Печеньелеріміз дайын болды. Баршаларыңызға ас болсын.